8-ші сынып алгебра 2-де 162-ші есеп, екінші дәрежелі теңдеулер жүйесі. Бұл жерде балалар қысқаша көбейту формуласындағы а квадрат минус в квадрат формуласы бойынша ашып аламыз. Яғни x минус y, x плюс y тең минус 21. Және x плюс y тең минус 3. Енді бізде x плюс y бұл минус 3-ке тең. Яғни, мынау x плюс y-тің орнына минус 3-ті қойып жаза саламыз. Минус 3, x минус y тең минус 21. Және астына x плюс y тең минус 3 деп жазып қоямыз. Бірінші теңдеуді 3-ке бөліп тастаймыз. Яғни көбейтеміз. Минус 3-тен 1-ге дейміз. Яғни 3-ке бөліп тастаймыз. Сонда тең болады. 3 пен 3 қысқарады. X минус y қалады. Тең 21-ді 3-ке бөлетін болсақ 7 қалады. Бұл жерде x плюс y тең минус 3. Осы жерден x-ті y арқылы өрнектеп шығаруға да болады, немесе бірден мәнін тапсақ болады. Мен сразу бұл жерде бұлай есептей салайын. Мына жерде x-ті. X тең 7, мына минус y теңдіктің оң жағына плюс y болып өтеді. Енді бұл жердегі x-тің орнына мына өрнекті жазамыз. X-тің орнына 7 қосу y тең минус 3. 7 қосу 2y тең минус 3. 2y тең минус 3 азайту 7. 2y тең минус 3 пен минус 7 минус 10-ды береді. Y тең минус 5. Ал енді бастапқы мына жерге y-тің орнына санды қоямыз. X тең 7 қосу минус 5. X тең 7-ден 5-ді алатын болсақ 2-ге тең. Жауабы 2 және минус 5. Екінші есеп берілгені жазылған. Бұл жерде бір айнымалыны екіншісі арқылы өрнектеумен шығарсақ болады. Енді бұл жерде x тең 2 минус y теңдіктің оң жағына плюс болып өтеді. Мына өрнекті. Енді бұл жерде x-тің орнына мынау өрнекті қойып жазамыз. Бірінші x-тің орнына 2 қосу y-ті жазамыз. Жақшаның ішіне алып квадраттаймыз. Қосу y квадрат тең 74. Енді жақшаны квадрат қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. 2-нің квадраты 4 қосу 2av дейді. 2av. Яғни 2av. Қосу y-тің квадраты. Қосу y квадрат тең 74. 4 қосу 4y қосу y квадрат плюс y квадрат минус 74 тең 0. 74 теңдіктің сол жағына минус болып өтті. Y квадратқа y квадратты қосатын болсақ 2y квадрат болады. 4y-тің өзі жазылады. 74-тен 4-ті алатын болсақ минус 70 тең 0. Бұл жерде барлығы жұп сан екен. Барлығын 2-ге бөліп тастасақ болады. Бөлу 2. Сонда y квадраттың өзі қосу 2y болады. 70-ті 2-ге бөлетін болсақ 35 тең 0. Квадрат теңдеуді шешеміз. Дискриминант тең. Бізде формуласы v квадрат минус 4a-сы ғой, енді орнына қоямыз. Бұндағы a 1-ге тең, v 2-ге тең, с минус 35-ге тең. Енді v квадрат 4-ке тең, азайту, формуладағы 4 көбейту a-ның орнында 1, с-ның орнында минус 35 тең 4 қосу болады. Яғни мына минус пен мына минус плюсті береді. 4-ке 35-ті көбейтетін болсақ, 140-ті береді. 140 тең қосу 144. Енді y1, y2-ні табамыз. Тең
минус 2, формулаға салып жатырмыз, плюс минус түбір асты 144 бөлінген 2а тең. Минус 2 плюс минус бізде 144 12-нің квадраты болады, сондықтан түбірден 12 шығады. 2 тең. Енді минус 2 мен плюс 12 10-ды береді. 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, y біріміз 5-ге тең. y2, енді минус жағы. Минус 2 мен минус 12 минус 14-ді береді. Минус 14 2-ге бөлетін болсақ, минус 7-ні береді. Енді бізде y1, y2 белгілі. Бастапқы бізде бірінші айнымалыны екіншісі арқылы өрнектеуге апарып қоямыз. Яғни x1 мына жерде. x1-ді табу үшін астына мына жаққа жазайыншы. x1 тең 2 қосу деймізді, y1-дің мәнін аламыз. Мына мәнді аламыз. 5 тең. Бұл жерде 7 болады. Яғни x1-дің мәні 7-ге тең. Енді x2 тең, мына 2-ні жазамыз. Қосу y2-ның мәнін береміз. Минус 7 тең. Үшіншісі, бұл жерде де бір айнымалын екіншісі арқылы өрнектеп аламыз. Астында бірінші дәрежелі теңдеулер жүйесі ғой, сондықтан x тең 7 плюс y-іміз теңдіктің сол жағына минус y болып өтеді. Енді x-тің орнына осы өрнекті қойып шығарамыз. Яғни 7 минус y квадраты, қосу 4y квадрат тең 34. Енді қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып шығамыз. 7-нің квадраты. Бұлай жазайыншы, түсінікті бұл үшін. Минус 2, кешіресіздер. 2av болады, av. 7 көбейту y. Плюс y-тің квадраты. Қосу 4y квадрат тең 34. Енді біріктіреміз. 7-нің квадраты 49. Азайту 2 жердегі жетім 14y плюс y квадрат плюс 4y квадрат 34 теңдіктің сол жағына өткізейік. Минус 34 тең 0 болады. Енді біріктіреміз ұқсас мүшелерді. y квадрат пен 4y квадрат 5y квадратты береді. Азайту 14y және 49-дан 34-ті алатын болсақ, 15. 15 тең 0 болады екен. Ал енді дискриминантты табамыз. Дискриминант тең v квадрат, минус 14-тің квадраты азайту 4ac тең 14-тің квадраты 196. 196 азайту 4-ке 5-ті көбейтеміз 20. 20-ны 15-ке көбейтетін болсақ 300. Кіші саннан үлкен санды азайтқан кезде бізде минус сан шығады. Ол минус 204. Егер дискриминанттың мәні минус сан шығатын болса, онда теңдіктің түбірі жоқ деген сөз. Төртінші есепте де бірінші айнымалы арқылы екіншісін өрнектеп аламыз. Яғни x тең 2 азайту плюс теңдіктің оң жағына минус болып өтеді. Енді мына жердегі x-тің орнына мына өрнекті алып қоя береміз. 2 азайту y квадраты азайту 2 x-тің орнына 2 минус y-ті қоямыз, және мынау y-тің өзі бар. Мына 2, мынау x-тің орнына қойылды, және y азайту y квадрат тең 1. Енді жақшаларды ашып шығамыз. 2-нің квадраты 4, азайту 2av болады. 2av 4y болады, плюс y квадрат. Минус 2-ге, мына жерде 2y қой. 2-ні көбейту минус 4y болады. Минус 4y және минус пен минус плюс болады. Мына жерде 2y квадрат плюс 2y квадрат. Минус y және 1-ді теңдіктің сол жағына минустың басынан өткіземіз, тең 0. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Плюс y квадрат пен y квадрат жойылып кетеді. Бізде тек өзі 2y квадрат қалады. Және де y квадрат минус 4y пен минус 4y минус 8y-ті береді.
4-тен 1-ді алатын болсақ, минус 3 қалады. Тең 0. Ал енді, плюс 3 болады, кешіресіздер. Яғни 4-тен 1-ді аламыз ғой жай ғана. Плюс 3 болады. Ал енді дискриминантты табамыз. Дискриминант тең v квадрат бізде минус 8. Минус 8-дің квадраты минус 4ac тең минус 8-дің квадраты 64, азайту 6 жердегі 8, 24 болады. Бұл жерде 40. Енді y1, y2-ні тауып аламыз. Минус v-ның мәні бізде 8, минус пен минус плюс болып кетеді, 8 плюс минус түбір асты 40. Бөлінген 2, а-ның орнында бізде 2. Тең. Ары қарай 8 плюс минус 40-ті біздеші 4 көбейту 10 деп алсақ болады. Және бөлінген 4. Тең 8 плюс минус 4-тен 2 шығады. 2 түбір асты 10 бөлінген 4. Так, мына жерден жақшаға 2-ні жақшаның сыртына шығар жібереміз. 4 плюс минус түбір асты 10 бөлінген 4. Мына 2 мен 4 қысқарады. Тең. Тең 4 плюс минус түбір асты 10 бөлінген 2. Осы күйінде қалдырса да болады, немесе бөлек-бөлек жазып алсақ болады. 2, 4 плюс минус, мына жақта астына 2-ні жазам, үстіне түбір асты 10-ды жазам. Тең, мынау 4 пен 2 қысқарып кетеді, 2 болады. Плюс минус түбір асты 10, және мынау 2-ні түбірдің астына салатын болсақ 4 болады. Тең 2 плюс минус 10 бөлінген 4. Яғни бұл жерде кітаптың жауабына қарайтын болсаңдар, кітаптың жауабы осы түрде бөлінген. Плюс минус 10-ды 4-ке бөлетін болсақ, түбір асты 2,5. Яғни y1-іміз плюсмен алынады, y2 минус жағымен алынады. Ал енді бастапқы мынау өрнекке апарып қоя саламыз. x1-ді табу үшін тең y1-дің мәні бізде мынау бірінші 2 минус y1-дің мәнін қоям. y1-дің мәні менде 2 қосу түбір асты 2,5. Тең 2 мен 2 жойылып кетеді, жауабы түбір асты 2,5 болады. Енді x2-ні табу үшін бастапқы мына жердегі 2-ның өзін жазамын, және азайту y-дің мәнін қоям. 2 азайту, және 2 азайту, y-дің мәні екіншісі минус жағын алам. 2 азайту 2 түбір асты 2,5. Тең, мына 2 мен мына 2 жойылып кетеді. Сонда менде минус 2,5. Жауабы x1-дің мәнін бірінші жазамын. Түбір асты 2,5. Және y-дің мәні 2 плюс түбір асты 2,5. Екіншісі, мына минус x2-ның мәні минус түбір асты 2,5, және y-дің мәні минус жағымен аламыз. 2,5.